Ağaçlarım kanattı, altın sağlığı tarattı. Raynaydı davamız, hayruttan, seviniye söz bir. Жарайсыңдар балалар, сәлеметсіздер. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасыңдар. Ал көктем мезгілінде неше ай бар, кім біледі? 3 ay var. 3 ай бар. Қане еске түсірейік. Тамаша, жарайсыңдар. Ал бүгін аптаның қай күні? Қай күні? Еске түсірші қане? Кім біледі? Сәрсенбі, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Балалар, кәнекей барлығымыз жайғасып отырамыз. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз мүсіндегі сабағы құмыра ішіндегі гүл. Балалар бізге бір келе жатқан сияқты. Қарайықшы. Балалар, қараңдар. Бізге шолпан қуыршағы келді. Ол жай келген жоқ, қараңдаршы. Өзбен бірге не ала келді? Көптеген гүлдер ала келді, я? Бұл гүлдерді балалар күту үшін бұны қайда қойып жүрміз, балалар? Қайда қойып жүрміз? Құмыраға қойып керекпіз. Құмыраға не құямыз, балалар? Су құйып. Суды не үшін құямыз, балалар? Гүліміз өліп қалмау үшін, я, суды молдырақ құйып, сосын құмыраға гүлді саламыз, я? Қалай әдемі, я? Бұл балалар көктем мезгілінің гүлдері. Осы құмыраға байланысты, балалар, құмыра мен гүлге байланысты біз сабағымызды бастаймыз. Жарайсыңдар, балалар. Кәнекей, балалар, бәріміз теледидарымызға балалар. Қараңдар, балалар. Көктем мезгілінде балалар күн не істейді? Күннің қандай айырмашылығы бар? Жонады, я, қар ериді. Көктемгі алғашқы гүлдер қандай бізде гүлдер өседі, балалар? Қандай гүлдер? Қызғалдақ, бәйшешек. Дұрыс айтасыңдар, қызғалдақ пен бәйшешек өседі, дұрыс. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырманы қарай, келесі суретті қарай. Балалар, қараңдар, күздігіні біз отырғызатын гүлдер раушан гүлдері. Балалар, ол раушан гүлдерді күздігіні біз қалай отырамыз? Ең бірінші қараймыз, бірінші суретке қараңдаршы, мұқият қараймыз. Бірінші үлкен осындай шұңқыр жасап, күрекпен қазады. Содан соң оның ішіне не салады? Тамыры бар раушан гүлді салады. Балалар, тамыры бар раушан гүлді ең бірінші олар шелекке суға салып қояды. Тамырлары кішкене жібу үшін, я? Содан соң оны алып, осындай үлкендеу, шұңқыр қазып, не істейді? Ағашымызды күзде салып, топырақтармен жабалып қойып, суды құйып. Содан соң балалар, қараңдар, келесі суретте қараңдаршы, бұның анайларын қопыстады. Өйткені раушан манайдың гүлден аналарын қопыстап, ол гүлді жақсы өседі, және тамыры жақсы жерге тартылып өсіледі, көрді ма? Содан соң балалар, қыстың уақытында, қыс уақыты бастағанда, бізде балабақша маңайымызда не бар? Раушан гүлдер бар ма? Бар. Біз оны не істейміз? Жауып қоямыз, я? Оны неге жауамыз? Қыстыңның тамырлары тоңып қалмау үшін дұрыс айтасыңдар. Содан соң көктемнің кезінде оны қайтадан суарып, қопыстып, үлкен гүлдерді шығарады. Көріне ме? Көбінесе раушан гүлге көптеген не керек? Көптеген көп қарау керек, көріне ме? Жарайсыңдар. Міне, содан соң қыстап шыққаннан кейін көктем кезінде жазға қарай, жаз бастағанда осындай гүлдер бізде өседі, я? Осындай гүлдер өседі. Мынандай гүлдер көп өседі, көріне ме? Біздің балабақшамызда жаз уақытында өседі ғой, я? Біз не істейміз? Сол раушан гүлден не істейміз? Суарамыз, дұрыс айтасыңдар, суарып, жерін қопыстамыз. Тамаша.
Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Ал енді балалар, келесі ойымызды ойнай жайып. Кім? Балалар, келесі кім ортаға келіп, маған гүлдерді атайды. Кім келеді? Медина келе ғой. Ала ғой. Маған түймеден гүлді кәнеді. Ол берші қайсы екен? Тамаша. Жарайсың. Келесі раушан гүлі. Қайсы? Раушан гүлі. Жарайсың. Келесі гүлдің маған қызғалдақты кәнеді. Ол берші. Қызғалдақ. Тамаша. Содан соң қанеке бәй шеше. Қанеке атаймыз. Қанеке бері бар екен. Қанеке болмаста атар. Түймедақ гүлі, раушан гүлі, қызғалдақ гүлі, шеше гүлі. Балалар, дұрыс орындадық па біз? Иә. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, біз қанеке кішкене бір серігіп аламыз. Қанеке барлығымыз тұрайық. Тұрамыз. Біз гүлдерше өсеміз. Қанеке барлығы. Біз гүлдерше өсеміз. Жапырағымыз жайқалған, сабақтары салалы, жерге ырғалы, шайқалған. Тағысаңыз ба? Біз гүлдерше өсеміз, жапырағымыз жайқалған, сабақтары салалы, жерге ырғалы, шайқалған. Жарайсыңдар, тамаша. Отырамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі, қанеке, біз енді қараймыз балалар. Бұл жерде ермек саздан жасалған, көрдіңдер ме? Құмыра. Құмыраны біз орысша, құмыраны біз айтамыз ваза. Құмыра, ваза. Бұл не балалар? Гүлдер. Гүлдерді біз айтамыз цветы. Гүлдер. Цветы. Жарайсыңдар. Міндері көрінде ғой, балалар, біздің құмырамыз қандай өте әдемі жасалған. Ермек саздан және гүлдеріміз, 1, 2, 3, 4, 5 гүліміз бар. Алдарында, балалар, қараңдаршы, алдарында сендерге ермек саздан бар. Түстері қандайлар бар? Қарап жүріңдерші, қандай түстер бар? Әртүрлі түстер бар, әртүрлі түстер бар. Жарайсыңдар. Балалар, енді біз барлығымыз алдарымызға қараймыз. Алдарымызға бұрылып қараймыз. Қараймыз алдарымызға. Балалар, мына қандай түс кәне? Маған айтып жүріңдерші? Қоңыр түсті біз ермек сазды не үшін пайдаланамыз? Қандай? Құмыра істеуге пайдаланамыз, құмыра істеуге. Ең бірінші біз не істейміз? Ермек сазды жібертіп аламыз, Ермек сазды істегенде, балалар, қараңдаршы, ермек сазды біз бірінші бастағанда құмыраны біз ұқалар жасаймыз, манайларды, сосын ортасын тесеміз тәрғанып, құмыраның ортасын тесу көріп, осында тесіп болу көріп, көрдіңдер ме? Соның ішіне біз не істейміз? Гүлдерімізді саламыз, түсіндер ме? Гүлдерге балалар қараңдар, мынандай түстер бар, қызыл түс бар міне, және мынандай күлгін түс бар, көрдіңдер ме? Және ақ түсті гүл бар болады, Ал жасыл түсті балалар біз жасыл түсті ермек сазды біз жапыраққа пайдаланамыз, балалар? Түсіндер ме? Қанеке, барлығына түсінікті, жұмысқа кірісеміз ба? Давайте, барлығымыз жұмысымызға кірісеміз. Ең бірінші қоңыр түсті аламыз, қоңыр түстіден бастаймыз. Қоңыр түсті не жасаймыз? Қанеке, еске түсірейік. Құмыраны жасаймыз. Мұқият қараймыз, теледидарға балалар. Мұқият қарап, құмыраны бірінші жасап аламыз. Құмыраны жасағаннан соң балалар гүлге кірісеміз, гүлден кейін жапырақтарын саламыз. Жарайсыңдар. Бастаймыз, сендер. Теледидарларда осындай істейсіңдер.
sazды балалар biz birinchi taxtayga jibitib olamiz, ya. Jibitib olib, so'ndan so'ng shapni kesib yerim qumranni jasovga kirishimiz. Ayaklarımızı dürüstlep jinaymız, Mansur. Sana ko'rinib yatırman ya, ko'rinmese bir qirmen qarab qo'ya. Balalar qumranni жасағанда qumranның nesi var? Екі құлағы бар. Екі құлағы жасаймыз әдемі. Көрдіңдер ме? Бастың qumranның ең үстіңгі құлағы ма? Құмыраны істевер. Құлағы істелінбесе өзінің құмыранын өзін істейі. Балалар, міне, мынандай құмыра жасаймыз, көріне ме? Осындай құмыраны жасаймыз. Әдемеген. Мойны кішкене қандай болғыр? Жіңішкелеу болғыр, я? Мойны кішкене жіңішкелеу, астыңғы жағын кішкене жуандау олдырып ермек сазды жасаймыз, я? Жарайсыңдар, кәнеке. Бастадың ба? Енді ортасын сәл ғана кесе қой. Ермек тамаша. Содан соң балалар гүлдерге кірісеміз. Гүлдерді қандай түстер бар? Әр түрлі түсті гүлдерді істейміз, жасаймыз. Балалар сендегі түсінікті ғой, сабақ? Қолдарынан келіп жатыр ма? Істеуге жұмыстарын келіп жатыр, я? Кімге көмек керек, маған айтыңдар, мен сендерге көмектерімді көрсетіп жүрем, я? Маған көмек керек. Қандай көмек керек? Менді. Міне, гүлдің үстінде құмыра бар ғой, гүлдің астындағы құмыраны жасайсың. Құмырасын істеймін. Істеймәсің ба? Қане, мысалы, көмек көрсетіп жүрейін. Міне, алдындағы кімді қарашы? Мерейді. Қандай әдемі құмырасы бар. Сен де соған келістіріп, жасай, я? Қане, аяғын жинап. Бірінші байларымызды істейміз. Жібітіп аламыз, я? Жібітіп аламыз. Көрдің ба? Кішкене аузынша. Сосын істейсің. Бірінші мойнын шығарасың. Я? Құмыраның. Астыңғы жағы болады. Көрдің ба? Түсіндің бе? Сосын да сәл ғана басасын, кесік істейді, көрдің бе? Осы кішкентай кесікке біз не істейміз? Гүлдерімізді саламыз. Түсіндің бе? Басасын өзің ғана. Енді ортасында әдемі кесі, я? Қазір ал. Не болды? Әкел саған көмек көрсетейін. Aylar niye yapasın sen? Көмек па? Сен не істеп жатсың? Құмыра істеп жатсың ба? Қазір істеп беремін. Міне қараңдар балалар. Бірінші мойнын созамыз. Құмыраның астыңғы жағы кішкене жалпақ жуандау болады, көрінде ме? Сосын осылай тесесіңдер. Құмыраның әртүрлі істеуге болады. Міне қараңдаршы. Міне қараңдаршы, Мерей қандай құмыра істеді. Осындай да құмыра істеуге болады, көріне ме балалар? Міне, балалар қараңдар. Апай көмек. Қазір берем көмек айғанын. Tanıştık ballar. Ballar, kaneki. Sağsak jаттығын жасап жүреміз ба?
Kaneki bәріміз саламыз. Kaneki саусақтарымызды кішкене жаттықтырып аламыз, ya. Барлығын орнына қояйық, ермек сазды орнына қоямыз. Кәне барлығымыз бірге бастаймыз. Сәлеметсіз бе алтын күн, сәлеметсіз бе көк аспан, сәлеметсіз бе еркін жер, сәлеметсіз бе кішкентай біз, барлығымыз жерімізде өмір сүреміз, бірге біз амандасамыз. Амандас. Так, қайталамыз тағы да? Тағы жасайды. Сәлеметсіз бе алтын күн, сәлеметсіз бе көк аспан, сәлеметсіз бе еркін жер, сәлеметсіз бе кішкентай мен, сәлеметсіз бе барлығымызға амандасамыз, бірге біз. Жарайсыңдар. Жалғастырамыз жүрексімізді. Енді жапырағыз, енді ақ түсті күрдісі, ya. Балалар, Канеке, не болды? Қазір сен онда гүл істей бер, ya. Мен саған құмыра істеп берем. Сен гүлді істей бер, ya. Ақ түсті, қызыл түсті гүлдерді істей бер, ya. Söz doğalamız balalar. Razıyorsunuz diye. Şimdi söz doğalasın. Tamam, ülkeyi basalaksın. Bana karanlar şımında binanın kumrası kanday ülkeyi basalım. Bарлығымыз асықпай жұмысымызды жалғастырамыз. Ya, sebagai aku nggak nasar karena kisah dasar berbersih dusnya. Nah, kumaran bagaimana? Kalau jadi kumaran, ortası sargana kesesini. Балалар, құмыраның ортасын кесу керек, әдемілеп тұрып. Ішіне гүлдерді біз саламыз, ya. Құлап қалмау үшін сәл ғана кесіп себзу үшін. Құмыраны істеп болдыңдар ма, балалар? Тез-тез Канекке қимылдап жасаймыз жұмыстарымызды. Әлі алдымызда жұмыс жетесін. Ya, дұрыс. Тамаша. Гүлдеріміз бар әлі істейтін, және жапырақтарымыз бар істейтін. Шулап тұр. Жарайсыңдар. Аймен сөзді доғарамызда жұмысымызды жалғастырамыз. Тамаша. Жарайсың. Бала кішкене қимылдайды Канеке. Бала Канеке еске түсіреді. Қандай гүлдерді білесіңдер? Көктем мезгілінің? Олар жаз мезгілінде өсетін балар, ya. Ал раушан гүлі қай мезгілде біз отырғызамыз? Жоқ, күз мезгілінде отырғызамыз. Айсыңдар балалар, Канеке гүлдерді жасадық, ya. Әдемі гүлдер жасадық. Балалар, Канеке тездеттіреміз, уақытымыз тығыз. Канеке балалар, бәріміз жұмысымызды аяқтаймыз.
sazlardı, kalgan ermek sazlardı tәрелкеге салып, gülümüzді koyup koyduk. Қазір мен қарап шығайын кім, қандай жерде жасалғанын. Тамаша, Асылдың гүлі тамаша, өте жақсы жасапсыңдар. Айлин да не жақсы жасап жарайсыңдар. Мына жерге ермек саздарын саламыз да әдемілеп қоямыз. Жарайсыңдар. Мединаның гүлі өте тамаша әдемі екен. Нұралидың гүлі де тапсырманы жақсы орындады. Барлығымыз кәнекей ермек саздарымызды тәрелкеге салып, қолдарымызды сүлгімен сүртеміз. Балалар, бізге қонаққа келген Шолпан өте қуанышты біздің сабаққа қатысқанына. Көрдіңдер ме? Өте қуанышты болып тұр. Енді ол бізбен қоштасатын уақыты келді. Кәнекей, барлығымыз қоштасамыз ба? Шолпанға өте ұнады сендер жұмыстарын. Жақсы жауап берген үшін, әртүрлі гүлдерді білген үшін. Сау болыңыз деп біздің Шолпан қуышарымыз кетеді. Сау болыңыз. Қолдан сүрттіңдер ме? Так, енді балалар барлығымыз ортаға шығайық деп ойын ойнап жүреміз, кәнекей ортаға шығып. Балалар көріне ме? Менде әртүрлі гүлдерім бар, я? Кәнекей шеңбер құрауға тез. Алын, таста. Кәнекей. Жарайсыңдар. Көріне ме гүлдер? Балалар, мен сендерге мұқият тыңдаймыз бірінші ойынды. Мұқият тыңдаймыз. Балалар қараңдар. Кішкене арманға айтатын, арманға, тамаша. Балалар, мен сендерге бәйшешекке көрсетем ғой суретін. Сендер не істейсің? Сендер билейсіңдер, я? Ойын шарты. Түймедақты көрсетсіңдер, сендер шапалақтайсыңдар. Раушан гүлді көрсеткенде балалар, сендер не істейсіңдер? Айналасыңдар. Көрінер ме? Қызғалдақ гүлін көрсеткенде балалар, сендер қолдарымен осылай жасайсыңдар, я? Түсіндер ме? Кәнекей. Раушан гүлі. Тамаша, жарайсыңдар. Қызғалдақ гүлі. Жарайсыңдар, тез. Бәйшешек. Түймедақ. Тез кәнекей. Қызғалдақ еске түсіреміз балалар. Қолмен жасаймыз, тамаша. Раушан гүлі. Айналамыз, тамаша. Түймедақ. Ойынады ма сендерге? Кәнекей, барлығымыз отырамыз орнымызға. Балалар, кәнекей, барлығымыз маған қараймыз. Мансұр маған қарай бұл. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ұнады. Бізде бүгін мүсіндеу сабақ болды. Мүсіндеу сабағында біз не істедік, балалар? Қандай мүсіндеу жасадық? Гүлдермен және құмыранды да, құмыран үстінде гүлдерді, я? Жарайсыңдар. Сабақ барысында біз не істедік, балалар? Сергіту? Сәтін жасадым, я? Сосын не істедік? Тағы істеді, еске түсіндер. ойын ойнадық, тамаша. Бізге қонаққа кім келді? Шолпан келді. Ол бізге не әкелді, балалар? Гүлдің аты қалай? Жоқ. Ұстап қара. Қызғалдақ гүлдерін әкелді. Жарайсыңдар. Балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Ұнаса, кәнекей, барлығымыз бір-бірімізге шапалақтап қойдық.